Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен сұлы жармасынан дайындалатын, өте дәмді, 15 минутта дайын болатын, денсаулыққа өте пайдалы печеньенің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ қоспаларымызды дайындап аламыз. Сұлы жармасының үстіне ұнды саламыз. Үстінен кез келген кептірілген жемістерді, жаңғақтарды себуге болады. 1 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы өте жұмсақ сары майымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды салып, қант пен май ерігенше жақсылап микстерлейміз. Сары майдың үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз және 1 рет миксерлеп жібереміз. Жұмыртқа толық араласқаннан кейін 1 ас қасық бал салып, тағы миксерлеп жібереміз. Бірақ бал салу міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қой массамыздың үстінен құрғақ қоспаларымызды салып, лопатканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап біркелкі масты болғанша араластырамыз. Қамырымызды противень үстіне дөңгелек шар тәрізді жаңғақтың көлемінде етіп, дөңгелетіп барлығын тізіп қоямыз. Егер қаласаңыздар, үстінен бір басып жалпақтау етуге де болады. Дайын болған печеньеларымызды 180 градуста 15 минутта асты және үсті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Неке достар, біздің сұлы жармасы қосылған печенье дайын болды. Дәмі де, иісі де өте керемет, денсаулыққа да пайдалы. Асты үсті толық қызарып піседі, ортасы да толық піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген пайдалы рецепттер болады.